Энергия деген не? Мен қыз балалардың бойында әлемге инновация беретін энергия барына сенем. Сондықтан да серіктестеріміздің қолдауымен 3 жыл бұрын Girls in STEM бағдарламасын іске қостық. Мен ол жерде тәлімгермін. Бұл бағдарлама қыздарға ғылым, технология, инженерия және математикамен айналысуға көмектеседі. Бүгіннің өзінде ауыз толтырып айтарлық жетістіктеріміз бар. Қыздарымыз кремний алқабын бағындыруда, роботтар құрастырып, мобильді қосымшаларды іске қосуда. Олардың жобаларын BBC арнасы көрсетіп жатыр. Біз кез келген қыз балаға STEM-мен айналысуға мүмкіндік береміз деп ойлаймын. Таяуда бір қалада IT лицей ашылып, оған тек ұлдарды қабылдамақ болады. Алайда әкімшілік біздің қатысушылардың жетістіктерін білгеннен кейін өз шешімдерін өзгертті. Енді ол лицейге қыздар да қабылданады. Менің байқауымша, STEM-де қыздар әлеуметтік жобалар жасауға талпынады. Өйткені өнер табыстарымыздың пайдалы болғаны аса маңызды. Камкейр, бұл мобильді қосымша. Және арнайы түймешік. Оны бір жамандыққа ұшыраған жағдайда басу керек. Бұл Паркинсонмен ауыратын адамдарға арналған қасық. Дірілден олар тамақ ішуге қиналады. Бірақ біздің қасығымызбен тамақтану анағұрлым ыңғайлы. Wayfinder жылдам әрі ауыртпай дәрі егуге көмектесетін аспап. Тек қана сәулені көк тамырға апарып, жарық түсіру керек. Бұл көруі нашарлаған адамдарға арналған ақылды қолғап. Оның көмегімен кеңістікті бағдарлап, қауіпсіз жүріп тұруға болады. Көшелерде қоқысталған контейнерді жиі көреміз. Сондықтан да смарт-бин дегенді ойлап таптық. Смарт-бин толған жағдайда бірден коммуналдық қызметтерге белгі беретін ақылды контейнер. Мен әрбір қыз баланың ғалым немесе инженер болғанын қалаймын. Қыздардың қатысуы әлеуметтік өзгерістерді тездетеді. Біз инновацияны өзгеріс үшін енгіземіз.